Саламатсызбы көрермен. Бүгін жүрек пен қан тамырларына пайдалы кеңеспен бөліспекшімін. Алдымен видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Беде, клевер, қызылбас жоңышқа жүрек пен қан тамырларына көмектеседі. Қызыл шалғынды беде тұнбалары жүректің ишемиялық ауруы, атеросклероз, бас ауруы, құлақ пен бастың шуылдап тұруын кетіретін тиімді құрал. Дайындау әдісі: 1 литрлік бөтелкені беде гүлдерімен толтырыңыз, үстіне арақ құйыңыз да қараңғы жерде 2 апта ұстаңыз. Мезгіл шайқап тұру керек. Содан кейін сүзіп алыңыз. Мұны түскі астан кейін немесе түнде ұйқы алдында 1 шай қасық ішеді. Емдеу курсы 3 ай. 2 апталық үзілістен кейін 3 айлық емдеу курсын қайталаңыз. Емдік әсері: медициналық препараттар көмектеспеген жағдайдағы қысымды давлениені қалыпқа келтіреді. Тұнбаның 1 курстық әсері 3 жылға жетеді. Содан кейін оны тағы қайталауға болады. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.